Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары. Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақ мақсаты: сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табуды үйренесің, және оны сызбамен көрсетуді үйренесің. Балалар, қанекей бәріміз ережені еске түсірейік. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мысалы, жаңбыр жауды. Жаңбыр қайтты? Жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Міне осылай көрсетілген сызба бойынша біз сөйлемдегі сөздерді байланысын көрсете аламыз. Енді мынау сызба нұсқаға сәйкес сөйлемдер құрастыруды үйренейік. Бірінші сызба нұсқада 3 сөзден тұратын хабарлы сөйлем құрастыру керек. Яғни, балалар мектепке келмеді. Бірінші сөз балалар, екінші сөз мектепке, үшінші сөз келмеді. 3 сөзден тұратын хабарлы сөйлем. Енді осы сөздерге сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын табайық. Балалар не істеді? Балалар келмеді. Қайда келмеді? Мектепке келмеді. Көріп отырғандарыңыздай, 2 сөздерді байланыстырып, 2 сызбаны нақтыладық. Ал енді екінші сөйлемге, екінші сызбаға назар аударыңыздар. Қыс түсті. Бұл сөйлем 2 сөзден тұратын хабарлы сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы табамыз. Қыс не істеді? Қыс түсті. Не түсті? Қыс түсті. Яғни бұл 2 сөзден тұрғандықтан бір ғана сөздердің байланысы шығады. Үшінші сызба нұсқаға назар аударыңыздар. 4 сөзден тұратын сөйлем құрастыру керек. Айжан сабақты жақсы оқиды. Ал енді бұл сөйлем 4 сөзден тұратын хабарлы сөйлем. Сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын табайық. Айжан не істейді? Айжан оқиды. Бірінші және 4-ші сөзді байланыстырамыз. Нені оқиды? Сабақты оқиды. Қалай оқиды? Жақсы оқиды. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 8 желтоқсан сынып жұмысы. 22 жаттығуды орындамас бұрын, мынау бейне жазбаны тамашалап шығыңыздар. Дана, сүре, сусыз, өмір, адам, алмайды деген сөздер дәл осылай тұрғанда белгілі бір ойды білдіре алмайды. Белгілі бір ойды білдіре алатын сөйлем болу үшін не істеу керек? Сөздерді дұрыс орналастыруымыз керек. Бұл сөздер енді белгілі бір ойды білдіре алады. Бұдан шығатын қорытынды, сөйлемдегі сөздер белгілі бір тәртіппен орналасуы керек. Дұрыс. Дана, үй тапсырмасын орындадың ба? Иә, судың адам өміріндегі пайдасы туралы жазғанымды оқып берейін. Тыңдап отырмын. Су тіршілік көзі. Сусыз адам баласының өмір сүруі мүмкін емес. Әлемнің жартысынан көп бөлігін су алып жатыр. Ересек адам денесінің 60-70%, ал бала ағзасының 80% судан тұрады. Су дене температурасын тұрақтандырады, адам зейінін ашады, ұйқыны қалпына келтіреді, ағзаның жұмысын реттейді, иммунитетті күшейтеді. Жақсы жазыпсың, бірақ мәтінде тыныс белгілерді дұрыс қоймапсың. Қандай? Бастауышта, баяндауышты зат есімнен жасалса, арасына сызықша қойылады. Бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Көп рахмет, Алина. Ал мен мақал мәтел жазып келдім. Қайнаған қара суда қасиет бар. Сыйлап берсе суын іш. Жайдақ су жай ағады. Жатқан тастың астына су бармайды. Су ырыстың көзі. Алина, қайнаған ырыстың сөздері қате жазылған. Себебі орфографиялық ережеге сай қайнаған ырыстың болып жазылуы керек. Көп рахмет, Дана. Білгенің жөн. Нүкте белгілі бір ойдың аяқталуына байланысты қойылады. Леп белгісі
көңіл күйді білдіріп, көтеріңкі дауыспен айтылған сөйлем соңына қойылады. Сұрақ белгісі жауап алу мақсатында айтылған сөйлем соңына қойылады. Олай болса, 22-ші жаттығудағы өлеңді мәнерлеп оқы. Лебі мұздай ызғарлы, алып келді қысқарды. Қысқа түндер ұзарды, ұзақ күндер қысқарды. Өлең не туралы, балалар? Ал енді өлеңге ат қойып көрейікші? Дұрыс айтасыңдар, қыс туралы. Өлеңге қыс деп ат қойсақ болады. Енді осы өлеңде берілген қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын табайық. Бірінші сөйлемдегі сөздердің байланысын мен сіздерге көрсетемін. Бірінші сөйлемді жазып алыңыздар. Қысқа түндер ұзарды. Ал енді сөздерге сұрақ қою арқылы сызып байланысын тауып көрсетейік. Қандай түндер? Қысқа түндер. Түндер не істеді? Түндер ұзарды. Енді ұзақ күндер қысқарды деген сөйлемді өздеріңіз жазып, осы сияқты сөздердің байланысын тауып, сызып көрсетіңіздер. Ал 23-ші жаттығуда жұмбақты көркем жазып, шешуін астына жазу керексіздер. 23-ші жаттығуды да дәл 22-ші жаттығу сияқты екі сөйлемдегі сөздердің байланысын сызып көрсетесіздер. Бірінші жұмбақты көркем жазасыздар, астына жауабын жазамыз, содан кейін барып сызба нұсқамен сөздердің байланысын сызасыздар. Ал енді тапсырманы орындасаңыздар, кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, бірінші белгіні, сабақты егер орташа түсінсеңіздер, үшінші белгіні, егер сабақта сұрақтарыңыз бар болса, екінші белгіні көрсетіңіздер. Үй жұмысы оқулықтағы 112-ші бетте 24-ші жаттығуды жазбаша орындайсыздар. Және 110-ші беттегі ережені міндетті түрде жаттап келіңіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.